Камал Әлпейісованың «Жүрегімде жасырған жырларым» атты өлеңдер жинағы. Бұнда ақынның әр жылдары жазылған өлеңдері топтастырылған. Сонымен қатар бұл кісінің өлеңдеріне ән де шығарылған екен. Жалпы барша оқырман қауымға арналған. Биғайша Медеудің «Аламан қыздардың ақырғы шайқас» деп аталатын өлеңдер жинағы. Мұнда еліміздегі батыр қаһарман қыздардың ерліктері жалпы әлемді таң қалдырғандығы осы кітапта өлеңмен өрнектеліп, қалың көпшіліктің назарына ұсынылады. Көрнекті ақын, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Заида Елғондинованың «Ай және мен» деп аталатын өлеңдер жинағы. Бұл өлеңдер жинағы жалпы философиялық ой толғамдарды суреттейді. Бұл кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Ақын Үміт Битенованың «Ешкімге айтылмаған сырларым» атты өлеңдер жинағы. Бұл әр жылда жазылған өлеңдерін топтастырды.